каналы. Менің арнам сіздерге ұнап жатса, лайк басып тіркеліп қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Бүгін көптен күткен жекпе-жек орын алды. Өзіміздің қазақ спортшысы Еркебұлан Тоқтар мен өзбек спортшысының арасындағы жекпе-жек бүгін болды. Бұл жекпе-жекке күллі қазақ болып Еркебұланға қолдау көрсеткеніміз рас. Еркебұлан жеңсе екен деп бәріміз тақымымызды қысып отырдық, және де жеңісіне қатты 100% сенімді болдық. Алайда өзбек спортшысы өзінің осал емес екенін көрсетіп, өзінің кәсіпқой дәрежедегі спортшы екенін көрсетіп, өзінің басымдығымен 3-ші раундта Еркебұланды қол ауырту әдісімен жеңіп кетті. Өзбек ағайындарды жеңісімен құттықтаймыз. Және де Еркебұлан бауырымызда оңайшылықпен берген жоқ. Өзінің қолынан келгенше дайындықтарын көрсетіп, рингте де және төбелесу оңай емес. Еркебұлан бауырымызды да сынға алатындар, диван батырлар шығуы да ғажап емес. Ондайлар шығатын болса, мен вообще таң қалмайтын болармын. Ондайларды көп ютубтан байқаймыз. Комментарийлерде жазады: сенімді ақтамадың, жеңіліп қалдың, бүйттің деп. Сондықтан ағайын Еркебұлан бауырымызға керісінше сын айтпай қолдау көрсеткеніміз дұрыс болады. Алда болатын әлі талай жекпе-жектері бар. Жас спортшымыз ғой, алда әлі алатын асулары көп. Сондықтан Еркебұлан бауырымызға қолдау көрсетейік ағайын. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.